Мұхтар Шаханов шың басындағы оқиға. Бір-бірінен көз айырмай үздігіп, құзар шыңның басында тұр қыз жігіт. Қыранымсың күллі Кавказ мақтаған, қанатыңа алғаныңа шаттанам. Жаным, саған айтар бір жаңалығым бар. Қандай? Мен сен туралы анама айттым. Қайрат, сен мені ыңғайсыз жағдайға қалдырмақпысың? Ол сенімен танысқысы келеді. Мен ол кісімен қалай танысам? Ұят емес пе? Ай, рахмет, Жәке, рахмет. Ол біз үшін өте үлкен мәртебе. Иә. Өте қуаныштымын. Иә. Жақсы, Жәке. Жақсы. Алло? Қалайсыңдар? Жақсы, өзіңіз? Иә. Мен қазір анау Жәкеңмен сөйлестім. Иә? Ол біздің көп жылдық серіктестігіміздің туыстық байланысқа ұласуын қолдайтын әңгімесіне қосты. Жақында ол Москвадан келеді екен ғой. Не? Иә. Бұл біз үшін үлкен жаңалық. Енді сен былай істе. Ана қызыңмен сөйлес. Айсұлумен ба? Иә, мені ол кісінің алдында ұятқа қалдырушы болмасын. Түсінің ба? Әкесі? Мұныңыз асығыстық емес пе? Бұл ойды қызымыз қалай қабылдайды екен? Сен не деп тұрсың өзің? Ондай құрметті азаматтармен құда болып әркімге жазыла бермейді. Ол әлі жас емес пе, әкесі? Сөзді көбейтпе, сөйлес. Түсінікті. Так, мен жақсылап тыңдап ал. Айсұлудан көзіңді таса етуші болма. Әр қадам маған жеткізіп тұрасың. Түсіндің ба? Орындаймыз. Жақсы. Жоқ, жаным. Сен мені тыңдашы. Айта бер. Анашым, келіңіз. Кейінірек хабарласам. Иә? Ол кім? Досым ғой. Сен мені алдап тұрған жоқсың ба? Меніңше олай емес сияқты ғой, ә? Анашым, ол менің досым. Жақын досым. Жарай. Айсұлу. Екеуміз сөйлесуіміз керек. Не жайында? Сен әкеңнің Жомарт деген серіктесін білесің ғой, ә? Екеуінің арасындағы достықты да білесің, солай ғой. Сол екеуі бүгін сөйлесіп, жақында Жомарттың ұлы Москвадан оқуын бітіріп келеді екен. Сол екеуіңді таныстырып, құда болсақ деп жатыр. Анашым, олай болуы мүмкін емес. Мен әлі оқуымды бітірген жоқпын. Мен әлі оған дайын емеспін. Анашым, өтінемін, әкемен сөйлесіңізші.
Одан кейін менің сүйетін адамым бар. Білем. Қайдан білесіз? Қызым, мен ана емеспін бе? Ана деген өз перзентінің жан дүниесін сезеді. Бірақ маған да мұны саған айту оңайға соққан жоқ, қызым. Бірақ әкеңді білесің ғой. Сендерді қиыншылық көрмесін деп ештеңеден аянған жоқ, қызым. Әкеңнің өз шешімін өзгертпейтінін білесің ғой, қызым. Алло. Иә, саламатсыздар. Иә, қай күні? Иә, түсінікті. Иә, жарайды. Қайрат, саған айтар маңызды әңгіме бар. Иә, сол әдеттегі жерде. Мен үйден шығып бара жатырмын. Қызым? Анашым. Айсұлу қызым, мен сені жақсы түсінемін. Кешкісін әкеңмен жақсылап өзім сөйлесем келістік пе? Қызым, сен ешқандай ақымақты жасамайды деп сенем. Мен уайымдатпай тезірек қайта қойшы үйге. Анашым, сіз уайымдамаңыз. Мен кешке үйде болам. Жан. Жан. Не болды? Айтшы, Жан. Бәрі бітті. Не бітті? Маған қарашы. Дұрыстап түсіндіріп айтшы. Басеге, Айсұлу бір жігітпен көп қуатты үйге кіріп кетті. Қандай жігіт? Қай пәтерге кірген анықтаңдар. Олар пәтерге емес, шатырға шыққан екен. Тез жігіттеріңді жина. Біз енді бірге бола алмаймыз. Неге, Жан? Әлде мен сені ренжітіп қойдым ба? Жоқ, Қайрат. Сенің ешқандай қатысың жоқ.
Бұның бәрі менің әкемде. Ол менің өміріме жоспар құрып қойыпты. Әкемнің Жомарт деген серіктесі бар. Оның ұлы жақында Мәскеуден оқуын бітіріп келеді екен. Әкем сол кісімен құда болуға келісіп қойған ұқсайды. Не дейсің? Айсұлу, бізге ешкім бөгет болмайды. Мен сен үшін барлығына дайынмын. Қаласаң, сенің әкеңнің алдына өзім барып, барлығын түсіндіріп айтам. Ол бізді түсінеді. Жоқ, Қайрат, сен менің әкемді білмейсің. Ол сені өлтіреді. Мен өлімнен қорқпаймын. Ал егер рұқсатын бермейтін болса, мен сені бізде ешкім таба алмайтын жерге алып кетемін. Жоқ, Қайрат, жоқ, ештеңе шықпайды. Ол тауып алам десе таппай қоймайды. Қайрат, сен тұғыл. Бітті. Шаруамыз бітті. Қайрат, сен тұғыл. Ол екеумізді де өлтіреді. Жаным, маған сенің аман болғаның керек. Өтінемін, тұғылшы. Жоқ, мен олай істемеймін. Мен сені ешкімге қия алмаймын. Егер біз бірге бола алмайтын болсақ, маған өмірдің де қажеті жоқ. Сондықтан бұл жер екеуміздің өміріміздегі соңғы кездесуіміздің орны болсын. Махаббатымызды өзімізбен бірге ала кетейік. Сүйем деген сөздерің сенсіз мана өмірде жалғыздыққа төзем бе, тұманданар, сорланар, мұңға толар көңілде. Сенсіз қараңғы күнім, ызғарлы салқын түнім, сусыз қалар айдыным, сенсіз жаным. Сезім суып сұқтанар, жасқа толар, жас жанар, бар қызығы өмірдің арман болып құр қалар. Айсұлу! Сен қыз, менімен ойнайын деген екенсің. Мен өзімді мазақ етуге жол бермеймін. Бөлмеңнен аттап шықпайсың. Сенсіз қараңғы күнім, ызғарлы салқын түнім, сусыз қалар айдыным, сенсіз жаным. Сезім суы
Әкесі, Ау? өткен жолы Назеркенің мектеп директорының қоңырау шалғанын білесіз ғой? Аха. Сол шығармашылық кеш ертең кешкісін өтеді екен. Соған бізді арнайы қонақ қып шақырған еді ғой, есіңізде ме? Иә. Әке, сіз келесіз ғой, ә? Әрине қызым. Ой, алтыным сол. Мұхтар Шаханов шың басындағы оқиға. Бір-бірінен көз айырмай үздігіп, құзар шыңның басында тұр қыз жігіт. Қыранымсың күллі Кавказ мақтаған, қанатыңа алғаныңа шаттанам. Тағдырымды бердім жаным қолыңа, енді өзің біл, сенсіз өмір жоқ маған, деді сұлу жасаурап от жанары. Жігітте оған ырзалықпен, ерге біткен мырзалықпен, жүрегінен жалын шаша қарады. Қандай бақыт, түсініскен сеніскен, біраздан соң қиқу шықты еңістен. Бұл әрине қуғыншының хабары. Нар тәуекел, келсе келсін. Батыр жігіт томсарды да қанжарына қол салды. Жоқ күнім, қайсарланба бекерге, жалынамын әкеме қол көтерме. Жазмыш солай болған шығар көнеміз, әттең, ерте қайырлады кемеміз. Енді бізге бір жері жоқ, сондықтан екеуміз де құздан ұшып өлеміз. Тіршілікте жетпесек те мұратқа, ақыретке бір барамыз бірақта. Ант еткенмін алған серттен танбасқа, жасымасқа, жүнжімеске талмасқа. Өміріме шуақ құйған өзіңе, өлімге де алды мені сен баста.
жалғыздыққа төзембе, тұманданар, сорланар, мұңға толар көңілде. Сенсіз қараңғы күнім, ызғарлы салқын түнім, сусыз қалар айдыным, сенсіз жаным. Сезім суып сұқтанар, жасқа толар жас жанар, бар қызығы өмірдің